Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 56-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Жаман жолдас. Екі дос келе жатты. Алдарынан бір аю шығыпты. Бұлардың біреуі ауру екен. Екіншісі мықты, жас жігіт еді. Ол аюды көрді. Содан соң бір биік ағаштың үстіне шығып кетіпті. Ауру жігіт өлген адамға ұқсап жата қалады. Аю қасына келіп иіскелейді де жөніне кетеді. Аю құлағыңа не сыбырлады? Дейді жолдасы. Жолдасын тастап қашатын адаммен дос болма деді, депті. Ыбырай Алтынсарин. Бұл әңгіме ме әлде ертегі ме? Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Жаман сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді тап дейді. Осы сұрақтарға жауап беріңдер балалар. Екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына бағанның оң жағындағы сөздердің тиісін қойып жаз. Бірінші. Қант тәтті, ал бұрыш ащы. Қар ақ, көмір қара. Арша аласа, шырша биік. Осылай сөздерді өз орнына қоямыз балалар. Үшінші жаттығу. Суреттегі заттардың ішінен жемістер мен көкөністерді тауып себеттерге сал. Бірінші жемістер, екінші себетте көкөністер жазылған екен. Жемістерге бізге өрік, алма, шие, анар жатады екен. Ал көкөністерге сәбіз, қияр, қарбыз жатады екен. Осылай себеттерге бөлеміз балалар. Оларды түрі мен түсі жағынан салыстырып айт дейді. Мысалы, қарбыз жасыл, алма қызыл, шие қызыл, сәбіз сары, өрік сары, қияр жасыл деген сияқты деп түстерге солай бөліп айтады екенбіз балалар. Төртінші жаттығу. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді жұптап жаз дейді. Қиын оңай, ащы тәтті, қатты жұмсақ.